Баршаңызға сәлем. Бүгін көкөністерді қалай қысқа дұрыс сақтау керектігі жайлы айтатын боламын. Бұл үшін видеоны соңына дейін толық қараңыздар және арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз қысқа кез келген көкөнісімізді кәдімгі балғын свежий түрінде қатырып алуға мүмкіндігіміз бар. Ол үшін ең бірінші керек көкөністеріміздің барлығын тазалап жуып аламыз. Жуып алған көкөністерімізді арнайы сүлгіге немесе тақтайшаның үстіне суынан құрғату үшін 1 сағат, 1,5 сағатқа бір келкетіп жайып кептіріп аламыз. Егер де суынан құрғатпай кептіретін болсаңыздар, мұздатқышқа қатырылған кезінде қасында сулармен бірге мұз қатып қалуы мүмкін. Ол тамағыңызға немесе салатыңызға басқа дәм беріп жіберуі мүмкін. Мендегі видеодағы бірінші көкөнісім қызыл ащы бұрышы, оны жудым, жақсылап сүлгіге кептірдім. Кебіп болғаннан кейін осындай лағманға арналған бөліктерге турадым. Себебі мен бұл көкөністі лағман үшін қатырып тұрмын. Қыста лағман жасаған кезде дүкеннен алмай-ақ дәл осы бөліктерден алып қосып жасай берсем болады. Ең бастысы жаңағы қатырылған көкөністерді тамаққа қосар кезде алдын ала шығарып ертудің керегі жоқ. Дәл осындай мұз қатырылған күйінде тамағыңызға қуырып жатқан кезде қоса берсеңіз, ешқандай өзгеріссіз балғын түрдегі көкөністер сияқты пісіп шығады. Мен қызыл ащы бұрыштан басқа тағы да жандуу көкөністің және де голубцыйға арналған болгарскиларды голубцыйға арнап тазалап, оларды да төңкеріп суынан сырғытып, және де көкшөп укропты, яғни аскөкті, және де кез келген тамаққа қуырып жатқан кезде дәм беру үшін қосатын осындай арнайы көк болгарскийді жуып кептіріп қойдым 1 сағат, 1,5 сағаттағы. Сіздерде дәл осылай кез келген көкөнісіңізді кез келген тамағыңызға дайындап, турап, кептіріп алуыңызға болады. Ең бастысы морозильникке, тоңазытқышқа кептірер кезде осылай бір тегіс етіп, жұқа етіп жайып кептіріп алуларыңыз керек. Сонда кепкеннен кейін бір-біріне жабыспай дана-дана болып тұрады. Ал егер де барлығын бірінің үстіне бірін қойып қатырсаңыздар, қалай қатырсаңыз солай қатырылады деген сияқты. Көп үйіп қатырсаңыз бір-біріне жабысып, дана-дана болмай, түйін сияқты үлкен болып қатуы мүмкін. Ал бізге кез келген тамаққа аз мөлшерде немесе көп мөлшерде қосуыңыз үшін осылай жұқа етіп, жайып, кептіріп, қатырып алсаңыз болады. Аскөкті дәл солай майдалап турап, жұқа етіп жайып, тоңазытқышқа 1,5 сағат көлемінде қатады. Мынау голубцый тамағына арналған болгарскийлер дәл голубцыйға қалай ашып тазалайсыз тамақты жасар кезде, дәл солай тазалап, суынан кептіріп, осылай бір-біріне тигізбей жайып тоңазытқышқа қатырсаңыз, голубцыйға дайын болып қатады. Ал қыста пайдаланар кезде дәл осы мұз күйінше ішіне фаршыңызды салып, сорпаңызға салып, тамағыңызды пісіре берсіз, дәл жаздағыдай балғын голубцый тамағын жей аласыз. Әрине, бұл көкөністер қыстың кезінде барлық дүкендерде болуы мүмкін, бірақ ол кезде бағасы қазіргі жаздың кезіндегі бағадан 2, 3, 4 есе қымбат болуы мүмкін. Сондықтан қыстың қамын жаз ойла демекші, дәл осылай сіздер де дайындасаңыздар болады. Дәл бұл көкөністерді ғана емес, өзіңіз қалаған кез келген көкөністерін кез келген формаға келіп турап, кептіріп, қатырып алсаңыз, тамағыңызға кез келген уақытта пайдалана аласыз. Міне видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыдай барлық көкөністердің бір-біріне ешқандай жабыспай, дана-дана болып, сақырлап, кеуіп тұрған дауысын да естіп тұрсыздар. Кез келген тамаққа пайдалана аласыз. Менің рецепттерім ұнаған болса, видеоның соңында лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де алдағы уақытта да бұдан да басқа ерекше рецепттерді көру үшін, жіберіп алмас үшін арнама подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.